Биыл ораза ұстадыңыздар ма? Ораза ұстадық қой. Қанша парызы бар оразаның? Оразаның қанша парызы бар? Парыз деген нәрсе бір жігіт айтады. Ат тұрсам күн шығып кетті дейді да. Охо дедім де барып су ішіп аузымды бекітіп алдым дейді да. Не істейді енді? Білімсіздік көрдіңіз ба? Бұл парызды білмегеннен. Оразада қанша парыз бар? Жұмаға келеміз ба? Жұманың 5-ші күні оқып жатсыздар ма? Жұмада қанша парыз бар? Намаздың қазіргі бір жігіттер отырды, 17 жыл намаз оқығанбыз дейді. Намаздың сыртқы ішкі парыздарын дырылдатып айтып бере алатын адам бар ма? Мен бұны жігіттер біреуді кемсітейін деп жатқан жоқпын. Біз өзіміздің дәрежеміз примерно білейік та. Біз осыны ойлансақ, біз әлі біреуге деп сөйлеуге әлі ерте екен бізге. Мына нәрселер, мен айтып жатқан нәрселер бар ғой, сізге, бізге білу фарыз нәрселер, бірақ білмейміз дәл біз. Бірақ біз басқа адамдарға лешт етіп жүрді да. Короче, мен бейнамаз, мен намазхан, сен бейнамаз. Сіз намаз оқисыз, анау намаз оқымайды. Не айырмашылығы бар? Еш нәрсе білмейсіз ғой. Не істеп жүргенін білмейсің. Оразаның фарызын білмейсің, бірақ дырылдап ұстап жүрсің. Оразаның 3 парызы бар. 3 парызы бар. Ниет, уақыт, тыйылу да. Тыйылу деген бізде не бар? Алла тағала айтып жатыр, ла алякум таттақун. Ораза ұстаңдар, мүмкін сендер тақуалыққа қол жеткізесіңдер. Неге біз оразадан шыққаннан кейін баяғы байғожаның таяғы болып жүрміз әлі? Неге өзгере алмай жатырық? Сөйтсек біз оразаны былай ұстаймыз. Біз асқазанды ораза қыламыз. Тыйылу деген нәрсе бар ғой, тыйылу тек ауызды тыю емес еді. Бізде білімсіздік осыған жеткізді. Көзің тыйылу керек еді, құлағың тыйылу керек еді, өсектен тыйылу керек еді, ғайбаттан тыйылу керек еді, өтіріктен тыйылу керек еді. Харамға қараудан тыйылу керек еді, харамды тыңдаудан тыйылу керек еді, өсекті тыңдаудан тыйылу керек еді. Бірақ ораза күндері отырсаң намазхан жігіттер мешіттің алдына шығады, сөйтеді де талдай бастайды. Так, ана кім? Петка адам емес, шашка сәл-сәл адам, анау ол тозақта, мынау же бұл жәннатта, анау же оны ойланып көреміз. Осылай біздің жігіттер отырып алып, кімнің қайға баратынын талдап отырады да. Пайғамбар салсам не деді? Ақыр хадиспен жүрміз ғой. Пайғамбар салсам айтты ғой, кейбір адамдардың оразасы әшейін аш жүргеннен басқа еш нәрсе емес деген бар ма? Осыны неге ойланбаймыз? Сонда бұл не айтып жатыр деп неге ойланбаймыз? Қараңыз, біз неге өзгере алмай жатырық десе, біз орындап жүргеніміз білмейміз біз. Тек міндет біздіңкі. Короче, бізде бәрі нормально. Ол біз сияқты имамдардың қателігі деп ойлаймын. Өйткені біз уағыз айтқан кезде осылай айттық қой. Намаз оқымасаңдар ертең тозаққа түсесіңдер ғой, деп уағыз айттық қой. Адамдар ойлады, намаз оқысақ болды жәннатқа кіреді екенбіз. Оқымасақ тозаққа түседі екенбіз деді да, намаз бастады да, енді олар ойлады. Болды, біз жәннаттамыз. Ал анау бейшараларға намаз оқымай жүрген, олар тозақта деп ойлады. Сөйтіп енді оларға былай төбеден сөйлей бастадық та біз. Жоқ, жігіттер. Қараңызшы, пайғамбар салам айтады, тәкаппар адам жәннаттың иісін сезбейді дейді. Бірақ осы жерде бейнамаз, намазхан деген сөз қолданған ба? Қолданбаған. Кім шын ықыласпен ла иляха иллалланы айтатын болса, түбінде жәннатқа кіреді. Бірақ бұл жерде де намазды қоспаған. Біз жігіттер жұмысымыз адамдарды намазхан, бейнамаз бөлу емес. Қараңызшы, пайғамбар салам айтқан сөзі. Адам баласы көркем мінезділігімен, хотя бізде жоқ ол, көркем мінезділігімен күндіз ораза ұстаушылардың, түнде намаз оқушылардың дәрежесіне жетіп алады деген. Осы жерде неге Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 5 уақыт намазды фарыз оразаны айтпады? Бұны сен өзің үшін орындайсың. Өзің үшін орындауға міндеттісің. Шын тақуалар не істейді? Шын тақуалар ораза ұстайды. Нәпіл оразаларды айтып жатыр.